Достар, сәлем барлықтарыңызға. Бүгін сіздермен наш, наша, наши деген осы 4 сөздің қалай және де қай кезде қолданылатынын сіздермен бөлісетін боламын. Міндетті түрде видеоны толық қарауды ұмытпаңыздар. Ал бастайық. Это наша школа. Бұл біздің мектеп. Это наш учитель. Бұл біздің мұғалім. Это наши друзья. Бұл біздің достарымыз. Это наше окно. Бұл біздің тереземіз. Достар, өздеріңіз көріп тұрғандай, қазір бірнеше сөйлемдер құрастырған болатынбыз. Яғни наш, наша, наши деген осы сөздерге бірнеше сөйлемдерді мысал келтіріп көрсеттім. Енді оны қай кезде қолданамыз? Егер де білмесең, мен саған көмектесетін боламын. Ол үшін видеоны соңына дейін қарауды ұмытпа, және де біздің каналға тіркелуді де ұмытпа. Ал бастайық. Наш сөзінсіз мужской родтағы сөздерге қолданасың. Ал наша сөзін женский родтағы сөздерге. Наши сөзін средний родтағы сөздерге қолданамыз. Ал наши сөзін множественное число, яғни көпше түрдегі сөздерге қолданатын боласың. Мысал келтіретін болсақ, наш бізде мужской род, наш дом, біздің үй, наш телефон, біздің телефон, наш отец или папа, біздің әке, наш огород, біздің бау, наш герой, біздің батыр, наш друг, біздің досымыз. Келесі наша сөзі ол бізде женский родтағы. Наша мама, біздің мамамыз, наша книга, біздің кітабымыз, наша сумка, біздің сөмкеміз, наша машина, біздің көлігіміз, наша кошка, біздің мысығымыз, наша комната, біздің бөлмеміз. Бұл бізде женский родтағы сөздер. Келесі средний родтағы сөздер наши сөзін қолданамыз. Наше окно, біздің тереземіз, наше письмо, біздің хатымыз, наше дерево, біздің ағашымыз, наше сердце, біздің жүрегіміз, наше кольцо, біздің сақинамыз. Бұл бізде средний род. Келесі множественное число, яғни көпше түрдегі сөздерге наши сөзін қолданамыз. Наши книги, біздің кітаптарымыз, наши родственники, біздің туысқандарымыз. Ал наши кошки, бұл бізде біздің марғауларымыз. Тапсырма орындап көрейік, егер де сабақ саған түсінікті болса. Молоко бізде средний род, сондықтан наши сөзін қолданамыз. Келесі собаки бізде көпше түр, сондықтан наши сөзін қолданамыз. Стол бізде мужской род, сондықтан біз наш деген сөзді қолданатын боламыз. Рыба бұл бізде женский род, сондықтан наша сөзін қолданамыз. Дедушка бұл бізде мужской род, сондықтан наш сөзін қолданамыз. Солнце бұл бізде средний род, сондықтан наша сөзін қолданамыз. Ручка бізде женский род, сондықтан наша сөзін қолданамыз. Ал карандаши бізде көпше түр, множественный сөздер, сондықтан наши сөзін қолданамыз. Бүгінгі біздің наш, наша және де наши сөздерінің қай кезде және де қалай қолданылатынын сен біліп алдың. Егер де сабақ саған түсінікті болса және ұнаған болса, мен өте қатты қуаныштымын. Және де біздің арнамыздан алыстама, себебі көптеген ақпараттармен бөлісетін боламыз. Сонымен қатар және сен осы каналға тіркелу арқылы өзіңнің ағылшын және де орыс тілдеріңді әртүрлі видео сабақтарды көру арқылы дамытатын боласың. Сонымен қатар біздің Білімгу YouTube каналына тіркелуді, лайк басуды және қоңыраушаны басуды ұмытпа. Назарларыңызға үлкен рахмет.